Таңғы аста тек қана жұмыртқаны қуырып жей бермей, осындай тойымды тағамды жасап көріңіздер. Бізге ол үшін картошка қажет болады. Жұқалап осылай турап аламыз. Табаға сұйық май, сары майды салып жақсылап қыздырып алып, картошкаларды салып, қызарғанша қуырамыз. Дәміне қарай тұз және дәмдеуіштерді салып, араластырып, крышкасын жауып қоямыз. Біз ол кезде осылай колбасаларды кубиктеп тураймыз және ыдысқа 4 жұмыртқа салып, үстінен туралған колбасаны және туралған укроп саламыз және 4-5 ас қасық қаймақ салып, дәміне қарай тұзын және бұрышын салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Дайын болған массаны картошканың үстінен құйып, орташа оттан төмен отта 15 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен кейін екінші бетін аударып, үстінен үкіштен өткізілген сырды сеуіп, тағы да сыры ерігенше бетін жауып қоямыз. Сонымен біздің дәмді тойымды асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, пайдалы парақшама тіркеліп алып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.